Мың бір түн хикаялары. Достар, қазақша контентті қолдап, каналыма тіркеліп, видеома лайк басуды ұмытпаңыздар. Үшінші хикая. Саудагер мен Дию туралы хикая. Уа алдияр, патшам деп бастады хикаясын Шахаризада. Халық аузындағы аңызға қарағанда, өткен замандарда саудагер атаулының ішінде бір мықтысы болыпты. Байлық дегенде есеп-қисап жоқ, аяқ жететін жерде оның сауда дүкендері болмағаны некен саяқ. Сонымен ол бір жолы өзінің алыс елдерден алашақтарын жинауға жолға шығыпты. Күн болса, ми қайнағандай аптап, аспан айналып жерге түсіп тұр. Әбден қалжыраған саудагер зорға дегенде бір жалғыз дардақтың түбіне келіп отырады да, есін жиған соң қоржынынан нан, құрма алып жей бастайды. Сөйтіп отырып, құрманың бір түйір сүйегін лақтырып жіберіп мүңк екен. Көз алдына бір Дию пайда бола кетеді. Қолында жалаң қылыш, бойы көк, тірегендей бір сұмдық. Әй-шай жоқ саудагерге төніп келеді де: «Тұр бері, қазір сенің жаныңды жаһаннамға жіберем. Өйткені сен менің баламды өлтірдің» деді. «О не дегенің? Қайда жүріп сенің балаңды өлтірем?» деді саудагер үрейі ұшып. «Жаңа ғана жеген құрманың сүйегін шертіп жібергенде сол сүйек менің баламның дәл жүрегіне барып қадалды. Ол әп-сәтте-ақ о дүниеге жөнеліп жүре берді» деді. «Бәріміз де Алла тағаланың құлымыз. Бұл дүниеде мәңгі тірі қалатын пенде жоқ. Құдайдан басқа құдіретті бұл ғаламда ешкім жоқ. Егер баланың ажалына мен себеп болсам, ол да бір тағдырдың жазуы шығар. Әдейі емес, жазатайым іске аяғыңа жығылып кешірім сұраймын. Кешірімің өзіңе, бәрібір мен сені өлтіруім керек» деді Дию. Сөйтті де саудагерді жығып салып, басын шабуға қылышын көтере берді. «Бәрін Аллаға тапсырдым» деп саудагер зар жылап, мына өлең шумақтарын айтты. «Тағдыр екеу, бір күн қатер, жайбырақат бір күні, тірлік талмас, алма кезек, бір қуаныш, бір мұңы. Бізді нұқсап, тағдырдың сол дегендерге сәлемде. Өмір қатал, бақ дүние, қонғандарға әзелде. Құйын тұрса, дауыл соқса, айтып-айтпай не керек? Алдыменен басын иіп, теңселмей ме бәйтерек? Теңіз әділ, өлік шірік, түбіне оның батпайды. Інжу маржан бар асылын тұңғиыққа сақтайды. Етсе тағдыр ерік өзіңде мен пақырды қолжаулық. Уақытқазы зауалына бола қалсам құрбандық. Сонда байқа ғарыш толған, сан жетпейтін жұлдыздан, ай адасып, күн тұтылып, тегін кетпес бұл сыннан. Бірі гүлдер, бірі солар, миуаулы бақ алапта, алдыменен ұмытыласың жемісі бар дараққа. Мамыр ажай шат-шадымнан, күндер кештің басыңнан. Ол сәттері қаймықпадың көктен түскен жасыңнан» деп саудагер бәйітінен аяқтайды. Бұған мән беріп жатқан, елең қылған Дию жоқ. Қайтадан ашуға мініп, «Доғар сөзіңді, Құдай ақына бәрібір сені өлтірем» деп қалш-қалш етті. Сол кезде саудагер тұрып: «Әй, олай болса менің осы дүниедегі жандарада аласым да бересім де мол еді. Құдайға шүкір, байлығым да жетеді. Бала-шағам да баршылық. Сен маған тым болмаса үйіме барып, қарыз қалаулыларымды құтылып, бала-шағама еншілерін бөліп беріп, арыздасып қайтуға мәулет бер. Келер жылдың басында дәл осы жерге қайтып келуге Алланың атымен ант етем. Содан кейін маған не істеймін десең де рауа. Осы айтқанымның бәріне Құдай куә» деді. Дию мұның айтқанына сеніп, уәде байласады да босатып жібереді. Саудагер үйіне келіп, бүкіл шаруасының басын қайырып, қарыз қауғаларынан құтылады. Аласталарын түгендеді. Содан кейін барып, әйелі мен бала-шағасына болған жағдайды баяндап, мұра хаттарын дайындап, жылдың аяғына дейін бірге болды. Уәделі мерзім жақындаған күні дәретін алып намазын оқып, қолындағыны өзінің кебіндік кездесімен қысып, көрші-қолаң, ағайындар, туысқандардың барлығымен қоштасып, отбасымен де түгел бақылдасып жолға шықты.
Қатын бала-шағасы жоқтау айтып, улап-шулап жылап-сықтап қала берді. Сонымен саудагер уәделескен жеріне жетті. Айтқанындай бұл жаңа жылдың басы еді. Баяғы дарақтың түбіне келіп, диюдан ажал күтіп, зар еңіреп, ебіл-себіл боп отырғанда, кенеттен киік жетектеген бір қария пайда болды. Амандасып болғаннан кейін әлгі қария: «Мынау жын-шайтанның мекені еді. Бұл жерде жалғыз басың ұстап неғып отырсың?» деді. Саудагер диюмен арасындағы болған оқиғаны баяндап шықты. Қария мұның айтқанына таңданып: «Япырмай, шырағым, сенің адалдығың мен уәдеге беріктігіңде шек жоқ екен. Құдай біледі деп айтайын, осыларыңды қас пен көздің арасында иненің ұшымен өрнектеп жазса, талайға үлгі болар таңғажайып оқиға екен» деді. Содан кейін қария саудагердің жанына жайғасты. «Мен де Алланың атымен ант етейін, шырағым, әлгі сенің жаныңды алатын дию осы жерге келгенше сенмен бірге болайын» деді. Сөйтіп екеуі әңгімеге кірісті. Саудагер сорлыда зәре жоқ. Ажал күтіп отырған адамда не береке болсын. Еңсені езген қорқыныш тұңғиыққа батырып барады. Жанында серік болғанына да шүкір. Сөйтіп отырғанда бұлардың жанына екі ит жетектеген тағы бір қария келеді. Екі ит те қап-қара кәдімгідей барақ жүнді бөрі бастардың өзі. Амандасып болғаннан кейін жаңа келген қария да: «Япырмау, мына жын-шайтанның мекенінде неғып отырсыңдар?» деді. Оған да саудагер басынан өткен хикаясын баяндады. Бұлар сөзін бітірер-бітірместен қоңыр-қашыр жетектеген тағы бір қария келді. Амандасып болғаннан кейін ол да бұлардың жағдайын сұрады. Оған да айтып шықты. Қайталай бергеннен не пайда? Қашыр жетелеген қария да бұлардың жанына кеп отырды. Бір кездері айдалада құйын көтерілді. Құйынның басы көкке жетіп тарқағанда барып дию пайда болды. Екі көзін ұшқын шашып, қылышын жалаңдатып жетіп келді. «Әй жоқ, шәй жоқ» келісімен саудагерді білегінен ұстап алып: «Тұр орныңнан, көңілімнің қуанышы, жалғыз баламды сен қалай өлтіресің? Мен де сені солай өлтірем» деді. Саудагер жылап еңіреп орнынан тұрды. Онымен бірге еңірегенде етектері толып, әлгі үш қария да зарлап қоя берді. Ең алғашқы киік жетектеген қария басқасынан бөліне беріп диюдың қолынан сүйеп: «Уа жын атаулының патшасы, мен саған қазір мына жетектеген киігіме байланысты хикаяны баяндасам, әңгімемен ұнаса мына бейшара саудагерді үштен бір қанын қияр ма едің?» деді. «Жарайды, қариям, егер сенің айтқан хикаяң шын мәнінде таңғажайып болса, саудагердің үштен бір қанын кешуге даярмын» деді. Міне достар, саудагер мен дию туралы хикаяның алғашқы бөлімдері аяқталды. Енді осы үш қарияның таңғажайып оқиғаларын естігілеріңіз, тыңдағыларыңыз келсе, төмендегі описание бөліміне өздеріңіз кіріп тапсаңыздар болады. Мен сол жерге сілтемесін қалдырамын. Каналыма тіркеліп, видеома лайк басуды ұмытпаңыздар.